Құрметті оқырмандар, көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтармен жұмыс бөлімі сіздердің назарларыңызға жерлесіміз, ақын, Қазақстанның халық жазушысы Ғафу Қайырбековтың туғанына 95 жыл толуына орай елден ерекше жан атты виртуалды көрмесін ұсынады. Ғафу Қайырбеков 1928 жылдың 15 тамызында Қостанай облысы Жангелдин ауданы Торғай кентінде дүниеге келді. Торғайдағы Ибрай Алтынсарин атындағы мектепте оқыған болашақ ақынның жастық шағы жетімдікпен, жоқтықпен өткенін мына жолдардан көруге болады. 13-ке кесір тиіп келмей жатып, кеткенім кер бейнетке белден батып, тағдырдың қисық әрпін жаспен жазып, сорайған бар әулетте жалғыз қазық. Ұлы Отан соғысы аяқталған соң 1946 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің дайындық курсына түседі. Біраз уақыт білімін жетілдірген ол елге барып, бірер жыл ауылда мұғалім болып істейді де 1948 жылы Абай атындағы Алматы педагогикалық институтының қазақ филологиясы факультетіне оқуға түседі. Осы жылдардан бастап әдебиетке белсене араласа бастайды. Қазақ мемлекеттік баспасында поэзия редакциясын басқарды. Қазақ әдебиеті газеті бас редакторының орынбасары, жазушы баспасында поэзия редакциясының меңгерушісі болды. 1963-1973 жылдары Қазақстан жазушылар одағында поэзия секциясында жетекшілік етті. 1973-1989 жылдары Қазақ әдебиеті газеті мен Жұлдыз журналы бас редакторының орынбасары қызметін атқарды. Өмірінің соңына дейін Қазақстан жазушылар одағының ақындар қауымдастығының президенті болды. 1954 жылы оның құрдастар атты тырнақалды жинағы жарық көрді. Содан бері 40-тан астам кітабы шықты. Ақын қаламынан әр жылдары туған Қозбасар, поэма Дала қоңырауы, Таулар сөйлейді, Арал әуендері, Алғашқы асу, Жер астындағы жұлдыздар, Большевик ауыл, Алтын бесік, Ана туралы жыр атты жинақтар қазақ әдебиетіне қосылған мол қазына. Ғафу ақын өз заманының жыршысы бола білді. Туған жерге деген үлкен құрмет пен сүйіспеншілік ақынның эпикалық шығармаларында жалғасын тапты. Дала қоңырауы, Большевик ауыл, Таулар сөйлейді, Жұлдызды тағдырлар, Мұхтар Қаптағаев поэмаларында туған жердің арғы-бергі тарихына көз жүгірте отырып қазақ Торғай даласына жан бітірді. Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдері Абай Құнанбаев, Ибрай Алтынсарин, Қасым Аманжолов, Хамза Есенжанов, Қалижан Бекқожин, Жұбан Молдағалиев, Сырбай Мауленов туралы әдеби портреттері олардың шығармашылығы жөніндегі тұжырымдармен құнды. Қайнардан нөсерлейтін алғыр ақын, жырын нәр жұрт сусынын қандыратын деп Қалижан ақын айтқандай, Ғафу қаламнан туған дүниелер өзі өскен ортаның жай-күйінен хабар берер жанды суреттер. Ол қазақ поэзиясының сыршыл лирика, эпикалық поэмалармен байытқан ақын. Ғафу Қайырбеков өз шығармаларында еңбектегі ерлікті, отаншылдықты және халықтар достығын дәріптеді. Оның жүрек жарды өлеңдерінде халықтың жан дүниесі, қуанышы мен мұны, үміті мен сенімі арқылы ашылады. Ғафу Қайырбеков махаббатты, трагедиялық және романтикалық қайталанбас зор мәңгілікті жырлайды. Ол дарынды төл ақын, халық мәдениетінің дәстүрін жалғастырушы.